Ассалаумалейкум, құрметті менің оқырмандарым. Сіздермен мен Айжан Айтқалиқызы. Бүгін сіздермен пайдалы горох сорпасын жасайтын боламын. Менде сиыр еті екен. Осы сиыр етін қолданатын боламын. Майлы жерінен алдым, міне майы шықсын деп, сорпасы әдемі болсын деп. Мұздай суды құйып, бетіне тұз себеміз. Содан кейін осы сорпаны қайнататын боламыз. 2 дана картоп, 1 сәбіз, 1 пияз қостым. Міне көбігін көріп тұрсыздар ғой, осылай бетіне шығады. Жақсылап тазалап алып тастайсыздар. Көбігін алғаннан кейін етті баяу отта жарты сағаттай 30-40 минут қайнатыңыздар. Кішкене жақсылап тұрып жұмсарсын. Одан қосатын заттарымыз қолдан жасалған томат, горох, сәбіз, пияз, картошка бәрін 4 бұрыштап турап алдым. Қалауыңызда турасаңыздар болады. Енді пиязды, сәбізді, содан кейін горохты, томатты қосамын да 1-1,5 сағат жақсылап қайнататын боламын. Өздеріңіз горохтың піскеніне байланысты тексеріп отырасыздар. Қалауыңызша тұз қосасыздар. Міне жақсылап қайнады, етім пісті толықтай. Соңына таман картопты қостым, себебі картошка езіліп кетпеу керек. Енді етімді шығарып аламын да 4 бұрыштап турап, қайтадан осы ыстық сорпама қосып жіберемін. Міне осылай қайнайды. Енді етті саламын да тағы да 5-10 минут қайнатып, міне дайын болды. Қараңыздаршы, ең пайдалы сорпа осылай жасаңыздар. Ешқандай қуырмай таза сорпаға піседі. Қараңыздаршы, әдемі болды. Дәміне сөз жоқ. Ешқандай дәмдеуіш те қосқан жоқпын. Сіздермен бірге болған мен Айжан Айтқалиқызы. Астарыңыз дәмді болсын.